Так, екінші сұрақ. Қиылыспайтын дерлік параллелепипедтердің ақырлы бірігуі болатын параллелепипед көлемі. Енді бұл жерде лемма 1-ді басынан жазып шығайық. Лемма 1. Лемма 1-де менде не айтады? Егер R параллелепипеді ақырлы қиылыспайтын дерлік, мен былай жасылайын, қиылысу и қиылыспайтын дерлік параллелепипедтер үйірінің бірігуі болса, яғни мына жерде біздегі r-іміз бар ғой, ол и тең 1-ден бастап n-ге дейінгі аралықта r альфа и r тең болады k тең 1-ден бастап n-ге дейінгі аралықта rk. Онда r тең болады сумма k тең 1-ден бастап n-ге дейінгі аралықта rk. Так, жалпақ тілде қалай болады? Жалпақ тілде мынандай болады. Түсініксіз терминдарға бір тоқталып кетейік. Ол мынау ақырлы қиылыспайтын дерлік, именно дерлік деген сөздің өзі біртүрлі болып тұрды. Қиылыспайтын дерлік деп отқаным, біз до этого мынандай бір сөз енгіздік, int r деп ше. Бұл интерьер, то есть іші, r-дің іші. Мынау r түгел, мынау r-дің іші, то есть шекаралық нүктелер кірмейді. Разница осыда. Так, енді айтамыз. Білмеймін, ол сырты қандай, но олардың іштері бір-бірімен қиылыспаса, тең болса, бос жиынға и тең емес жиға. Осындай болса, оны мен айтам, олар қиылыспайтын дерлік. Бірақ шекаралар үшін мен гарантия бермеймін. Так что менің сөзім, олар қиылыспайды деген сөз емес, олар қиылыспайтын дерлік. Шекаралары қиылысу да мүмкін, қиылыспау да мүмкін. Вот. Так, бірінші терминді түсініп алдық. Екінші термин бізде параллелепипедтер үйірінің бірігуі болса, ақырлы бірігу параллелепипедтер, потом и бізде ақырлы, да? Бірігуі. То есть андайда үйір деген альфалар бар ғой, альфа 1 и так далее, альфа n, ну и так далее кете береді. Мен фиг его знает. Но может ақырлы шығар, может ол саналынды, может ол ақырсыз. Короче, солай кете береді. Ну, соответственно, саналынды да, либо саналынды, либо ақырсыз, оны білмеймін әйтеуір. Ол менде бір жиыннан алынып тұр деп айтайықшы. Мен білмеймін, саналынды шығар, либо ақырлы шығар. Не знаю. Но мен бір ақырлы, осылардың ішінен бір ақырлы кусогын аламын. Соларды пайдаланып не істеймін? R альфа 1, R и так далее, R альфа n. Осылардың бірігуі, ол нені береді маған? И тең 1-ден бастап, какой-то бір n-ға дейінгі аралықта R альфа и-ді береді. Вот. Немесе нормальный человеческий языкпен айтсақ, k тең 1-ден бастап, n-ге дейінгі аралықта r-калар. Между прочим, бұл r-калардың бәрі қиылыспайтын дерлік. Так, енді осындай болса, онда r, r, мынау арақашықтық дегенді білдіреді. Понятно, да? Либо x минус y, без разницы. Әйтеуір оң сан шығады ішінен. Это точно. Так, r тең болады. K тең 1-ден бастап n-ге дейінгі аралықта r калар. Келсем, мен келсем. Не үшін? Қараңыз,
сіздің қолыңызда мынандай 3, 4, 5 шарик жатыр дейік, мысалға. Олар өзара қиылыспайды. Соответственно, олар бір-бірінің ішіне кіріп кетпейді. Соответственно, олар бір-бірінен мынандай бір кусоктарды жек кетпейді. Егер қиылысатын болса, мына бір кусок екеуіне де тиесілі ғой. Бірақ оның ауданын, оның бірдеңесін есептеген кезде, ол тек біреу үшін есептеледі. Түсінікті ма? Ол мына қиылысқан жер только бір-ақ рет қана есептеледі да. Соответственно, мына жақтағы кусоктар үшін ол есептелмейді. Мына жақтағы қиылысып тұрған кусоктар үшін ол уже жоқ. То есть на самом-то деле ол былай есептеледі. Мына кіріп жатқан кусокша плюс былай шеңбер плюс қалай та былай тұр ма шеңбер, былай шеңбер и так далее. Сонда мынау кусок ол только бірінші шеңберде ғана болады, қалғандарында жоқ. Соответственно, бұның кішкене көлемі аздау болады. Оның суммаларын қосындысына қарағанда мыналардың логично, да, мыналардың бар ғой, аудандары мыналарға қарағанда точно кішкентай. Потому что бір кусок жоқ, погрешность бар. Ал бізде айтады, қиылыспайтын дерлік дейді. Бізде қиылыспайтын дерлік. То есть, олар былай орналасуы мүмкін, да? Мысалға ше, былай орналасуы мүмкін, да, олар. Да? Былай и так далее, да? Былай. Мысалға ше, осылай орналасуы мүмкін, иә? Қиылыспайтын дерлік. Енді сол кезде қараңыздар. Қолдарыңызда мынандай бір кубиктар бар. Бір-біріне қиылысып жоқ. Иә? Қиылысып жоқ. Енді бұлардың бірігу деп отқаным, мен осы кубиктарды бірінің үстіне бірін қоям. Әйтеуір бір кучаға жинаймын, идеальный кучаға. Енді бұлардың бірігу деген не? Мынандай бір кубик пайда болды. Олар қиылысып тұр ма бір-бірімен? Жоқ. Сонда мынау бір дәу кубиктің ауданы, ол мына кішкентай кубиктардың аудандарының қосындысына тең. Мынаның ауданының, мынаның аудандарының қосындысына тең болады. Осыдан шығып тұр.